Jimin туралы 10 дерек. Пак Jimin 1995 жылы 13 қазанда дүниеге келген. Jimin деген атпен белгілі оңтүстік кореялық әнші, ән авторы және биші. 2013 жылы ол Big Hit Entertainment жазба белгісімен оңтүстік кореялық BTS балалар тобының мүшесі ретінде дебют жасады. Jimin BTS-тің атымен 3 жеке трек шығарды. 2016 жылы Lie, 2017 жылы Serendipity және 2020 жылы Filter. Бұлардың барлығы оңтүстік Кореяның Gaon Digital Chart-та хит-парадқа кірді. Ол 2018 жылы бірігіп жазған Уәде сандық әнін шығарды және 2022 жылы Our Blues TVN драмасының саундтрекі үшін Ha Seon-wonмен бірге Сенімен бірге дуэтін жазды. Jimin дебюттік жеке альбомы Face In-ді 2023 жылы шығарды. Ол оңтүстік Корея мен Жапонияда бірінші орында және ақш-тың Billboard 200 тізімінде екінші орынға шықты. Оны соңғы диаграммадағы ең жоғары кореялық жеке орындаушыға айналдырды. Альбомның Like Crazy синглі ақш-тан Billboard Hot 100 тарихында бірінші орынға шыққан Корея жеке орындаушысының алғашқы әні болды. Jimin сонымен қатар Billboard Artist 100 хит парадында бірінші орын алған кореялық жеке орындаушы болды. 2024 жылы ол өзінің екінші альбомы Muse және Billboard Global 200 рейтингінде бірінші орынға шыққан басты синглі Кім болды. Пак Jimin 1995 жылы 13 қазанда оңтүстік Корея Пусан, Геомжон ауданында дүниеге келген. Ол Миланг Парк кланынан. Оның жақын туыстарына анасы, әкесі және інісі кіреді. Ол бала кезінде Пусанның Хадун бастауыш мектебінде және Йонсан орта мектебінде оқыды. Орта мектепте ол Just Dance академияге барды. Онда ол поппинг пен локингті үйренді. Тренинг болмас бұрын Jimin Пусан жоғары өнер мектебінде заманауи биді оқыды және заманауи би бөлімінде үздік студент болды. Мұғалім оған ойын-сауық компаниясына қосылуды ұсынды. Оны Big Hit Entertainment-ке апарады. 2012 жылы тыңдаулардан өткеннен кейін ол Корея өнер орта мектебіне ауысып, 2014 жылы бітірді. Jimin 2020 жылдың тамыз айында Жаһандық кибер университетінің хабар тарату және ойын-сауық мамандығы бойынша бітірді. Ол мектептің ең жоғары марапаты болып табылатын президент сыйлығымен марапатталды. 2021 жылдан бастап ол Ханьян кибер университетінде жарнама және медиа саласындағы іскерлік әкімшілік магистрі дәрежесін алды. Jimin бұрын топтастарымен бірге Ханнам-донг, Сеул, оңтүстік Кореяда тұратын. 2021 жылы ол осы аймақта 5,9 миллиард 5,16 миллион ақш долларына тұратын жылжымайтын мүлік сатып алды. Екі мың жиырма үшінші жылдың 22 қарашасында Big Hit Universe арқылы Jiminнің RM, V және Jungkook әріптестермен бірге міндетті әскери қызметін өтеу үшін әскерге шақыру процесін бастағанын хабарлады. Ол 12 желтоқсанда Йончондағы армияның 5-ші дивизиясының әскерге шақыру орталығына белсенді жауынгер ретінде шақырылды. Ол 2024 жылдың қаңтарында 5 апталық негізгі дайындықты аяқтап, үздік тағылымдамашы ретінде бірінші орынға ие болды және бөлімше командирінің атынан үздік тағылымдамадан өтуші марапатын алды. Өз бөлімшесіндегі барлық тыңдаушылардың өкілі ретінде ант берді. Содан кейін ол 5-ші атқыштар дивизиясының артиллериялық бөліміне тағайындалды. Маусым айында Jimin ерте қызметке көтерілді және тамаша әскери өнері үшін арнайы сыныптағы жауынгер ретінде таңдалды. Бойы 174 сантиметр. Назарларыңызға рахмет.